Негізі енді әлеуметтік желіде неше түрлі адамдар болады ғой, дау-дамай іздейтін. Жалпы қазір философтар айтады, қазір сондай заман, бұрын үні шықпаған тобырдың үні шығатын болды әлеуметтік желілерде. Өйткені әрбір телефон әр адамның қолында, әр адам әлеуметтік желіге шыға береді, өз ортасында беделі болмаса да әлеуметтік желіде неше түрлі коммент жазады, пост жазады. Соның үшін адамдар әртүрлі. Екіншіден, әдейі де істеуі мүмкін. Екіншіден, енді қазақ пен қырғыздың мәдениеті ұқсас. Соның үшін көп кезде адамдар шынымен қателесуі де мүмкін. Қазақтікін көрсеткенде қырғыздікі деп түсінуі мүмкін. Көп кезде мен көріп жатамын, қырғыздың контенті қазақтар керемет екен, біз қазақ кереметпіз деп жазатын пікірлер болады. Ол адамдар шынымен қателескені бар. Сосын, бірақ көбінесе қазақ қырғыз бір туған деген жақсы комменттерді көріп жатамыз ғой. Дегенмен соңғы кезде сосын әрине қазақтарды Шыңғысхан бәрін қазақ қылғысы келеді. Өзбектерде мысалы Алпамыс батыр жырын тағы да сондай ортақ дүниемізді өзіне жекешелендіріп ЮНЕСКО-да өзінікі деп тіркеді. Я мысалы Қытайдың ұйғырлар киіз, түрлі түсті киіз, сырмақ, соны бәрін ЮНЕСКО-да өзінің мұрасы деп тіркеді. Ұйғырлар енді егінші халық, жүні аздау, ол әрине киіз басу, ол өнер, мынау мал баққан халықтарынан шығады ғой, қазақ, қырғыз сияқты ұйғырлардан бұрын. Бірақ соңғы кезде бір байқағаным, осындай қырғыздардың бүкіл түрік тарихы біздікі, бәрін біз жасадық, басқалар бізге жолда қосылды, примазались дейді ғой. Осындай ойды айтатын адамдардың ақшасы бар екені көрініп тұр да соңғы кезде. Не бір подкасттар, бізде енді түсінеміз ғой, подкасттың бюджеті болады, әр нәрсенің өзінің бағасы болады ғой. Сонда көріп жатасың, кәдімгідей қаржы бар, бюджеті бар, сондай ыңғайда подкасттар көбейді. Сондай әңгімені айтатын адамдар көбейді. Ол шынымен қателескен адам, мысалы фото біреу әлеуметтік желілерде жариялайды ғой, көне фото, 100 жыл бұрын түсірілген фото, Оренбургтың қырғыздар деп орыстар жазып қояды. Оренбург ол түсінікті ғой, қазақ екен. Бірақ кейбір адамдар шын қателесіп, бұл қырғыздікі деп ойлап қалуы мүмкін. Бірақ ондай емес. Қасақана бәрі біздікі, мынау біздікі, қазақ болмаған, өзбек болмаған, түрік болмаған, біз жасадық деген сондай нәрселерге қазір біреулер жел беріп тұрған, қаражат бөліп тұрғаны сезіліп тұрады. Мен ойлаймын, ол осы Ресейдің үш әрпі болуы мүмкін. Олар анау разделяй властвуй, империялардың принципі бар ғой, бөлді биле. Сол принциппен қазір ортаға от әдейі салып отыр. Өйткені біздің де ақымақтар жетеді, жоқ біздікі деп жыртылады сондайда. Мысалы, мынау соғыс басталғанда, Украинадағы соғыс басталғанда, біздің бір апайымыз бар, 80-дегі жеңгеміз ғой, қазаққа кезінде тұрмысқа тиген, ұлты Таулы Алтай, Ресей жақтағы Алтай халықтары ғой. Апайдың ұлты сол қазаққа тұрмысқа шығып, өмір бойы 60 жыл қазақпен сол алтайлықтардың арасында алтын көпір, дәнекер болып жүрген Тамара Мұқанова Мендошева деген апайымыз бар. Сол соғыс басталғанда бір күні ол маған айтады: Зира, мен білмеймін не болып жатыр. Анау туыстарымның WhatsApp-тарында, чаттарында мынандай сөздер әр жерде жүр. Бір қазақ жазғанбыз алтайлықтарға: сендер алтайлықтар Ресейдің жағында Украинада соғысатын болсаңдар, біз келеміз, құртамыз, жыртамыз, өлтіреміз, жоямыз деген сондай сөздер жүр, принтскрин деп. Бұл қалай деп. Сосын мен айттым: апай, ол біріншіден бізде ақымақ толып жатыр. Бір ақымақ шынымен солай жазу мүмкін. Ал алтайлықтар, енді мен Украинаны қолдаймын әрине, дегенмен Алтай болсын, басқасы болсын, олар қазір Ресейдің азаматы, оларды соғысқа айдаса, олар не істейді? Адамның әртүрлі жағдайы бар. Ол жерде Ресейдің пропагандасы өте мықты. Олар көп адамдар шынымен сенеді Украина сондай фашист, нацист дегенге. Соның үшін соғысқа өз еркімен де баруы мүмкін. Бірақ ақымақ қазақтарда бар сондай сөз жазалатын. Бірақ негізі бұл әдейі жасалған да болуы мүмкін. Үш әріптің, Ресейдің үш әріпін. Өйткені Украинамен соғыс тез біте қалса, Қазақстанға шабуы мүмкін. Сол кезде адамдар жазып жүрді ғой, Ресей Қазақстанға шаба алмайды, өйткені бүкіл мұсылман халықтар оған қарсы тұрады, Ресейдің, бүкіл түрік халықтарын Ресейдің қарсы тұрады деп. Сонда үш әріп сол әдейі істеп жатыр. Ол алтайлықтар, ондай башқұрт, Дағыстан, татар, бәріне де сондай бір нәрсе WhatsApp-тарына жеп бергеніне күмәнім жоқ. Сонда олар алдын ала дайындық, қазақ жау, қазақ бізді менсінбейді, қазақ жау бізге деген пікір қалыптастыру.
сол сияқтымыз кішкене даналығы жетіп, өкінішке қарай қазір былай терең ойлайтын адамдардың үні шықпайды ғой. Көп кезде анау пустая бочка громко громыхает дегендей, сондай ысқырығы айдағаны 5 ешкі, ысқырығы жер жарады дегендей, мына іштеме жоқ, бос кеуде, құр кеудесі бар адамдардың үні қатты шығады ғой әлеуметтік желілерде. Соның үшін әйтпесе бір ақылды адамдар,